Biz қазіргі таңда мына Қарғалы ауданының халқының санынан көппіз. Сондықтан біздің Жұбанов университеті жалпы осы қоғамда болып жатқан іс-шараның бәріне біз эксперт есебінде қатысқымыз келеді, қатысып та жатырмыз. Соңғы шарасы бүгінгі сіздер келіп отырғандарыңыз. Жалпы университетімізде жарыс болып жатса, сіздер халық облыста естисіздер, жаман болып жатса екі бастанда құлақ жүресіздер. Сондықтан мына жалпы біз айтып отырмыз ғой, білім ордасы дейміз. Осы Жұбанов университеті қазіргі таңда Батыс Қазақстан өңіріндегі ең ірі университеттердің бірі болып есептеледі. Көп салалы, многопрофильный дейміз. Бұрынғы педагог саласы да бар, инженерлік саласы да, IT тағысы деген сияқты. Енді мен сіздерге бір ақпараттан бөліскім келіп отыр, жаңалығымызды. Биыл күзде біздер тарихымызда жоқ енді Қазақстанның Херинг Уорд дейтін Англия, Шотландияның ірі университетінің филиалын ашайын деп отырмыз. Бұл әлем деңгейінде топ 200-ге кіретін университеттердің бірі, инженерлік мамандықтар дайындайды. Сол университетіміздің бірігіп біз қазір 3 инженерлік мамандық ашайын деп отырмыз. Ол мұнай газ ісі, электроэнергетика және IT технологиясы. 3 бағыт бойынша. Әр бағытқа 100 гранттан бөлінеді. Барлығы грант үкіметтің ақшасы бөлінеді. Біздің Құдайберген Жұбанов атындағы университетте жиналып отырсыздар. Бұл кітап шынын айтайық, монография дейді, ғылыми тұрғыдан, академиялық тұрғыдан жазылған кітаптардың бірі. Кейбір кезде айтып жатады, біз осы батырларды көп зерттеп жіберген жоқпыз ба, әр ұры өзіне қарай тартып кеткен жоқ па деген сияқты әңгімені айтып жатады, жоқ олай емес. Мен кәсіби тарихшы есебінде айтатыным, біз әлде де ақпарат жөнінде жалымыз. Біз өзіміздің ата-бабамыздың істеген ісін әлі күнге дейін дұрыс, сапалы, ғылыми тұрғыдан, академиялық тұрғыдан, тарихи тұрғыдан методика, методологиясын дұрыс зерттеген зерттеулерден шынымен де біз әлі кеш қалып қойып отырмыз. Сондықтан осы бағытты зерттеп қолдап отқан міне Сарнай ағамыздан бастап, сол бізге кітапты басынан аяғына дейін сапалы, архивтік құжаттармен зерттеп келіп отқан Исмурзин Жәнібек Алайырұлына рахмет айтқымыз келеді. Жәнібек мырза, тұра қойыңыз, сізді білсін автор кім екенін. Исмурзин Жәнібек Орал жайықтың тумасы. Бірақ дегенмен мен мынаған айтып отырмын Сарнай ағамызға, мына жалпы сапалы білім, ғылым, зерттеулер жүргізіп жүрген адамдар санаулы. Соны біз бір-бірлерімізді естіп біліп отырып, бір-бірімізді қолдау жасап отырамыз. Сондықтан Оралда болсын, Алматыда болсын, бірақ біздің осы Ақтөбе өңіріне байланысты Алтай батыры негізі отырған танымдық болсын, ол ұрпақтың ұласпайтын болса, ол жететін жерінде шектер одан шығады. Ендеше өзінің мазмұны бойынша, структурасы бойынша өзі жас жігіт болғанмен өте жақсы осындай ойға алып келді. Енді бір айтатын нәрсе талдау болады. Мына қазақтың тарихын, қазақ болмысын талдау барысында әдеби көркем шығарма болмаса да, ғылыми шығарма болса да, біз қазақтың ауыз әдебиетінен бастауымыз керек. Тарихымыз. Қазақтың шежіресінен бастауымыз керек, жаңағы айтқан. Неліктен қазақтың ауыз әдебиетінде қазақ болмысы түгел тұтасып жатыр. Қазақтың этикасы, эстетикасы, әсемдік әлемі, қазақтың этикасы, адамгершілік әлемі, қазақтың іс-әрекеттері, болмысы. Міне осыны өте жақсы келтірген. Неге бұны еске алып отыр? Себебі батырлар туралы жазылған ауыз әдебиетінің эпостары. Олардың көбі этикалық геройлар. Бірақ этикалық геройлар, мәселен, Ерерген, Қобылан, Алпамыс, оларда этикалық шығарма болғаннан кейін жербалаған нұсқалары бар. Әрқайсысы әртүрлі айтылады, шындықтан қашпайды, үлкен этикалық шығармалар. Ал біздің Алтай батыр этикалық герой емес. Ол әдебиетімізге де тұлға тануға да бұл көп пайда береді. Сондықтан жас зерттеушіге мен табыстаймын, өте жақсы бастама. Және сериясында осындай анау 1000 беттік негізінде 500-тік болғанмен 500-тік болғандықтан оқымайды олар. Сондай кітапты жазудың өзі бір бағыт. Сондықтан аман болып, еліңіз сау болсын, халыққа қызмет етемін, осыған
қадірменді қауым, бүгін Жұбанов атындағы университеттің мәжіліс залында кездесіп жатырмыз. Қош келдік дейміз. Жаңа Рахым ағамыз айтып таныстырып жатыр. Бұл өзім үшін Жұбанов университеті ыстық университеттердің бірі. Бұл университетке біз әртүрлі іс-шаралармен бірнеше мәрте келген болатынбыз. Нақтырақ айтатын болсақ, өткен жылдың қазан айының 7-ші жұлдызында есет тамаруына шыққан көк ұлының арналған, мерейтойына арналған конференция өтті. Сол конференцияда келіп баяндама жасаған болатынбыз. Сол секілді бұдан 5 жыл бұрын 2017 жылда осы Жұбанов университеті кең көлемде Есет Батырдың 350 жылдығына арналған ғылыми тәжірибелік халықаралық конференция өткізді. Алыс жақыннан ғалымдарды шақырып, сонау Ресейден Санкт-Петербург, Мәскеу, өзіміздің Астана, Алматы қалаларынан. Сол ғылыми басқосуда да біз келіп баяндама жасаған болатынбыз. Яғни бұл университеттің бізге қашық емес екендігін, одан қала берді өзім қызмет істеген Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақстан тарих кафедрасындағы жанынан ашылған кезінде отан тарихы, Қазақстан тарихы. Сөзімізді Артық Әлібек Намимовна береміз. Сөз өзіңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті Алтай Батыр және оның заманы атты кітаптың тұсаукесеріне қатысып отырған азаматшыларға. Еліміз егемендік алып, тәуелсіздікке қол жеткізген кезде өз тарихымызды зерделеп, ақтаңдақ жерлердің жаңа деректермен толықтыруға мүмкіндік алып отырмыз. Кеңестік жүйе тұсында ұлттық көзқарастарға жол берілмегендіктен, еліміздің тарихымен тығыз біте қайнасқан тұлғалар туралы әділетті де толық шынайы пікір айта алмадық. Бүгінгі ұрпақ тәуелсіздік беріп отырған мүмкіндіктерді толық пайдалануға міндетті. Отандық тарихнамада соңғы жылдары биографиялық зерттеулерге ерекше назар аударылып, көптеген халық қахрамандарының өмірі мен қызметі зерттеу объектісіне айналды. Бұл тұлғатану саласымен байланысты тарих ғылымының жаңаша тұрғыдан зерттелінетін мәселелердің бірі. Тұлға қашан болса да заман желісі. Құрметті қалай, бүгін енді шындыққа келгенде бір үлкен шара, қайырымды тағылымды шараға жиналып отырмыз, бас қосып отырмыз. Жалпы енді тарихшы болғандықтан тек қана тарихшы емес, өткен тарихымыздың бір кезеңдері, белестері болғандықтан біз әрдайым сол кезеңнің бір өзіндік ерекшеліктеріне назар аударамыз. Көмулі жатқан жерлерін ашуға дұрыс бағасын берілмесе, соның дұрыс бағасын беруге тырысамыз, ол заңды. Әсіресе тәуелсіздік алған кезеңден бастап осы мәселе жүйелі түрде жүріп келе жатыр. Енді қазақ тарихының, немесе қазақ қоғамында батырлар институт деген ғылым, немесе батырлар орны қазақ тарихында. Немесе тәуелсіздік кезеңнен алғаннан кейін осы мәселенің кейіннен әрқарата дамып, оның жасырын емес, кеңес кезеңде бұл мәселе біржақты қаралып, көбінесе ханның жанында жүрген ауқатты адамдар, байлар секілді билердің көбінесе екінші жаққа қарай ысқырылып, немесе адам түсінбейтін сондай бағытта ақ қосшы, немесе соның айтқанын орындайтын хан, бірдегі хан. Siz kasaba kurmuş, kasaba. Abi bismillahirrahmanirrahim bastanızlar sizde. Yok, sizge verin. Abi kileste kim kitap şöyle değil mi?